Құрметті менің каналымның оқырмандары, 5-ші сынып математика 2-ші бір жұбының В бөлімі 2-ші нұсқа. Бірінші тапсырмада 6-ға еселік болатын 5 санды жаз дейді. 6-ға еселік болатын 6-ны 1-ге көбейтеміз 6, 2-ге көбейтеміз 12, 3-ге көбейтеміз 4-ге көбейтеміз 5-ге көбейтеді екенбіз. Сонымен біздің бірінші тапсырмамыз 6, 12, 18, 24, 30 болады екен. Келесі 8-ге еселік болатын сандар дейді. 8-ді 1-ге көбейтеміз 8, 16, 24, 32, 40. Бізге 5 сан жаз деді. 1, 2, 3, 4, 5, 5 санды жазып шықтық. Енді В тапсырмасында осы сандардың ішінен еселік болатын ең кіші сан. Ең кіші ортақ еселік 8 бен 6-нікі. Бізде ең кіші ортақ еселік 24. Мына жерде де 24 кездесіп тұр. 24, сонымен жауабы 24. Келесі бізде 32 санның барлық бөлгіштерін тап дейді. 32 бізде 1-ге бөлінеді, 2-ге бөлінеді, 32 4-ге бөлінеді, 32 8-ге бөлінеді, 32 16-ға бөлінеді, 32 32-ге бөлінеді екен. Сонымен бізде 3, 4, 5, 6 бөлгіші бар екен. 24-дің бөлгіштерін санайық. 24 1-ге бөлінеді, 2-ге бөлінеді екен, 3-ге бөлінеді, 4-ге бөлінеді екен, 6-ға бөлінеді 24, 24 8-ге бөлінеді, 24 12-ге бөлінеді, және 24 24-ге бөлінеді екен. Сонымен 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 бөлгіші бар екен. 8 бөлгіші бар екен. Мына жерде 6 бөлгіші бар екен. Не дейді енді бізге? Осы сандардың ішінен 32 мен 24-ге бөлгіш болатын ең үлкен ортақ бөлгіш тап дейді. Ең үлкен ортақ бөлгіш 24 пен 32-нікі. Бізде екеуіне ортақ. Бізде 8 екен. Мына жерде 8 бар, мына жерде 8 бар. Сонымен жауабы бұның 8 екен. Үшінші тапсырма. 504-ті жіктейміз. 504-ті 2-ге бөлеміз. 252 болады. Оны 2-ге бөлеміз. 126 болады. Оны 2-ге бөлеміз. 63 болады. 63-ті 3-ге бөлеміз. 21 болады. 21-ді 3-ге бөлеміз. 7 болады. 7-7-ге бөлінеді. 1 болады екен. Бұл бізде А тапсырма. Енді Б тапсырмасында 504, 2 бізде 1, 2, 3. 2-ның 3 дәрежесі көбейту. 3 неше рет кездесіп тұр? 2 рет кездесіп тұр. Көбейтілген 3-дің 2 дәрежесі деп аламыз. Көбейтілген 7. Келесі 4-ші тапсырма. 4-ші тапсырмада бізде 2-ге бөлінеді дейді. 2-ге бөлінеді. 2-ге бөлінетін бізде 0. Яғни бірлігінде, мына жерде бірлігінде 0, 2 болу керек. 4, яғни жұп сандар болса 6, 8. 0, 2, 4, 6, 7, 8 деген сандар болатын болса, онда ол қалдықсыз 2-ге бөлінеді. Яғни, мынандай ғой, 8, 527. Оны нарға 0-ді қоятын болсақ, осыны 2-ге бөлген кезде қалдық жоқ болады. Яғни, 192-де 635, яғни қалдық шықпайды екен.
Енді осы мынаның орнына бірге 2-ні қоюға болады, 4-ті, 6-ны, 8-ді қоюға болады екен. Бұл бізде А тапсырма. Б тапсырмасында 3-ке бөлінеді. Оған қандай сандарды қоямыз? Ол үшін біз не істейміз? Барлық сандардың қосындысын жазамыз. 3, мына сандарды қосамыз. Мына сандарды қосып шығамыз ғой. 3, 8, 5, 2, 7. Сол кезде бізде қанша болды? Мына жерде 2-ін қосамыз, мына 2-ін қосамыз. 10, 25 болып тұр екен, иә? Так, 25-ке біз 2-ні қосатын болсақ, онда 2-ні қосқан кезде, араға 2-ні қойып қойдық, сол кезде бізде 27 болады. 27 3-ке бөлінеді. Яғни қалдық қалмайды. Яғни біз 2-ні қоя алады екенбіз, 5-ті қоя алады екенбіз, және 8-ті қоямыз. Яғни 5-ті қойған кезде 25-дің үстіне 5-ті қоссаң 30 болады. 30 ол 3-ке қалдықсыз бөлінеді, иә? Мына 25-дің үстіне 8-ді қосатын болсақ 33 болады. 33 бізде 3-ке бөлінеді. Сол себепті 8-ді қоя алады екенбіз. Соны мен қайта жазып көрсетейін сіздерге. Так, жол 2-ге бөліну үшін 0, 2, 4, 6, 8 деген сандарды қоя аламыз. 3-ге бөлінетін сандар болса 2, 5, 8-ді қоя аламыз. Ал енді В тапсырмасында бізде 6-ға бөліну керек деп тұр. 6-ға бөлінеді, иә? 6-ға бөліну үшін бізге жұлдызшаның орнына қандай сандарды қоямыз? 6-ға бөліну үшін біз 2-ні қоямыз және 8-ді қояды екенбіз. 2-ні қоямыз және 8-ді қоямыз. Қойып көрейік. 38, 527. 2-ні қойдық жұлдызшаның орнына. Осыны 6-ға бөлген кезде бізде 64-те 212 деген сан шығады екен. Сандар шығады екен. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар, достарыңызға таратыңыздар. Жақсы, сау сәлеметте болыңыздар.